1762 Назир Пирогов атындағы жалпы орта білім беретін мектебінің 9 сынып оқушысы Анелия боламын. Менің таңдаған тақырыбым мектептің гүлденгені, қаланың гүлденгенінің тақырыбының ішінде үздік экскурсиялық номинациясын таңдадым. Біз биология пәнін 3 тілде өтеміз, және де біз осы кабинетте бос уақыттарда экоклуб мүшелерімен біз тәжірибе жүргіземіз. Body will help carry a full group and remove the green trash and send them to the dining room. And we also have roses and plant flowers. We conduct the experimental for Сонымен қатар біздің мектебіміздің ауласында раушан гүлдері, шие ағашы, алма ағашы, пан гүлдері бар. Біз бұл алма ағашы мен шие ағашының жемістерінен шырын жасап мектеп оқушыларына береміз. Және де бізде іс тәжірибе жасайтын жеріміз бар. Біз бұл жерде және де біздің мектебіміздің ауласында түрлі раушан гүлдері, пан гүлдері, жеміс ағаштарынан бізде шие ағашы, алма ағашы бар. Біз бұл жеміс ағаштарының шырын жасап мектеп оқушыларына береміз. Және де біздер іс тәжірибелік алаң бар. Біз бұл жерде экоклубпен бірге жиналып, түрлі іс тәжірибе жасаймыз. Дальше у нас здесь растут абрикос, елка, слива и виноград. Саламатсыздар ма? Мен номер 62 Назир Пирогов атындағы жалпы орта білім беретін мектебінің 9 сынып оқушысы Асқарқызы Анелия боламын. Мен экоорталықтағы сайысты мектептің гүлденгені, қаланың гүлденгені, мектептің жалпы ландшафттық дизайнын таныстыру ішіндегі үздік экскурсовод номинациясын таңдадым. Бізде бұл жер ардагерлер аллеясы. Бұл ардагерлер аллеясы мектептің ардагерлеріне арналып, сәуірде 2017 жылы ашылған. Бізде бұл ардагерлер аллеясында түрлі өсімдіктер бар, түрлі өсімдіктер мен гүлдер бар. Жердің бір күнде адамдар сейілге, табиғат аясына орманға шығады. Сол арада олар өздерінің алып келген жеміс-жидектерін жейді. Бірнеше уақыттар өткеннен кейін олар өздерінен қалып кеткен қоқыстарды лақтыра бастайды. Кейіннен оларды қоқыстарды лақтырып болғаннан кейін өздері түскі асқа не ішетін ақылдасады. Түскі нешеміз? Онда кезден алып келсін бе мені? Мен барым келмейді, өзім бар, немесе басқа адам барсын. Ой, сендердің ұрсатыңыз. Сол арада ол әсем барлық жерлерді орманды іздеп жақсы ағаш табады. Кейіннен ағашты алып келіп, ағашты бұтағын сындырайын деп жатқан кезде ағашқа тіл бітеді. Ай бұтағым, адамзат, сен не істеп жатсың? Мен сендерге күн сәулесін, күн нұрын өрттеп беремін, сендердің істеп жатқандарың осы. Біз болмасам сендердің хәлдерің не болатын еді? Адамдар осы отырған адамдар ағаштың сөзіне мән беріп, өзінің шашқан қоқыстарын жинап, өз жолдарын тазалап кетеді.